Пожалуйста, следующий вопрос. Бақтығұр Әлбай, 31-ші телеарна. Мынау Ақтөбе облысындағы жаңа өзіңіз айтып өттіңіз діни ахуал мәселесі. Қазір мектептердегі хиджаб киіп бару және де мынау екпеге қарсы шығу және де мынау Ақтөбедегі сауда орнында сақалды жатын діни ағым өкілдерін ұстап қайттан жіберген мәселелер пайда болған. Және де осы аймақта мұнай ұрлау фактісіне де осы жат діни ағымға кеткен азаматтардың қатыстылығы бар. Осы мәселе бойынша түсіндіріп өтсеңіз, және де бір сұрақ, осы жағдайлардың болуына кім кінәлі сіздің ойыңызша? Рахмет. Біріншіден барлық болатын құбылыстар, жағдайлар, киіну, басқа деген сияқты біздің мемлекетіміздің заңына сәйкес болу керек. Мына балдардың хиджаб кию басқасы бізде мынау білім министрлігінің ережесі бар. Балдар мектепке қандай киіммен келу керек. Ол сол ережені сақтау керек. Екіншіден, әрбір мектептің өзінің ішкі талабы бар, ішкі ережесі бар. Онда да жазылған. Балдар мектепке қалай келу керек деп. Бірақ енді өкінішке орай, әсіресе мынау дін бағытында жүрген ата-аналар балдарына жаңа сіз айтқандай хиджаб кигізеді, басқа да деген сияқты. Біз қазір ол ата-аналарменен жұмыс істеп жатырмыз. Біздің мамандар, теологтар, соның нәтижесінде енді біраз әсіресе қыз балдар ондай жаңағы өздерінің киімдерін шешті. Енді ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Екпе жөнінен